Бауыр неге ауырады? Белгілері мен емдеу жолдары. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруларына алып келуі мүмкін. Бауыр іштің оң жақ қабырғасынан сәл төменде орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, майларды, көмірсулар мен витаминдердің алмасуында, сондай-ақ токсиндерді, оларды шығаруда маңызды рөл атқарады. Бауыр ауруы тұқым қуалаушылықта болуы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысына вирустар, алкоголь, семіздік сияқты факторлар әсер етуі мүмкін. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Біздің арнамызды қолдап, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы аурулар туралы айтатын болсақ, олардың көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік факторлардың ауысуына синдромның мүлдем қатысы жоқ. Бірақ бауыр ауруы ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өздеріне тән бірқатар бауыр аурулары бар. Олар ең алдымен жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары. Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт дәрігерлерді бауырыңызды тексертіп көрсеңіз болады. Дәрігер ретінде бауыр ауруы қалай пайда болатынын түсіндіретін болсам, бауыр капсуламен қоршалған. Бауыр ауырып ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасап, капсуладағы ауруды сезетін нервтарды тітіркендіреді. Сондықтан бауыр ауырсынып жатады. Бауырдың ұлғаюы біз қолмен сезе аламыз. Бірақ та оң жақ қабырғаның ауырсынуы басқа ағзалармен, мысалы тоқ ішектің жоғарғы бөлігімен немесе өт қабымен байланысты болуы мүмкін. Кейде асқазанның 12 елешектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну сезімі туындауы мүмкін. Бауыр тамақ жеуге байланысты бауыр ауруы, майлы гепатез ауруы пайда болады. Ағзадағы қан тамырлардың бұзылуымен, инфекциялық зақымдалуымен, иммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттанған немесе және де тағы да басқа бұзылулармен байланысты осы бауыр ауруы пайда болуы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда айтылғандай, бауыр өзі емес, капсулаға арқылы ауырады. Енді бауыр ауруы кезіндегі белгілерге тоқталсақ. Қолайсыздық, оң жақтың түйіп, тырысып, бауырдың ауруы, өткір ауырсыну, барлық ағзаға тән емес және де көбінесе өттегі тастың түзілуінен туындайды. Ауырсыну, ол кезде адам оң жақ қабырғаның астындағы ауырсынуды сезуі мүмкін. Бұл белгі бауыр капсуласының созылуымен, ішекпен өт қабының ауруымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болып келеді. Сарғаю, егер бауыр ауруына қарсы күдік пайда болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл ағза ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі. Ол кезде терінің, көздің, шашты қабаттарының сарғаюы, ауыздағы ащы дәмнің сезілуі. Сондай-ақ бауыр ауруы кезінде дене қызуы көтерілуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігердің қабылдауына жазылу керек. Менің дәрігер ретінде кеңесім, егер бауырыңыз ауыратын сезсеңіз, дереу дәрігерге көріну керек. Оның белгілеріне мән бере бермей, жай ғана жүріп, оны өткізем деп ойламаңыз. Оның арты өлімге дейін алып келуі мүмкін. Анализден биохимиялық анализ тапсыру керек. Егер сілтілік фосфат жоғары болса, АСT жоғары болса, дереу дәрігерге барып емделу керек. Бауыр ауруы пайда болған кезде ағзаға жүктемені азайту керек. Алкогольді, темекіні және тіпті кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен маманмен кеңеспей, аптекадан барып бауырдың дәрісі деп іше беруге мүлдем болмайды. Және де мүлдем ішпей қоюға да болмайды. Бұл денсаулыққа пайдасынан көрі көбірек зиян келтіруі мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, бауырды 30 жастан кейін тексеріп тұру керек, бір жылдың ішінде бір рет. Ең болмағанда биохимиялық анализ тапсыру керек. Екіншіден, артық салмағы бар адамдарға, аз қимылдайтындарға,
компьютердің алдында көп отыратын және де сол жерде көп жұмыс істейтін адамдарға тексеріліп тұру керек. Бауыр аурулары қанмен көп жұмыс істейтін мамандарға көбінесе жұғып жатады. Мысалға, дәрігерлерге, полицейлерге, өрт сөндірушілерге жұғу қаупі жоғары. Мысалы, гепатит Б және де басқа бауыр аурулары шикі балықты көп жейтін адамдарға да көптеп жұғады. Видео пайдалы болса жақындарыңызбен және де достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.